Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Патшаның 3 қызы, бір әйелі болыпты. Олар өте тату-тәтті өмір сүріпті. Бір күні патша қалаға бармақ болып, қыздарынан сендерге не базарлық әкеп берейін деп сұрапты. Сонда үлкен қызы тұрып, әке маған маржан әкеп беріңіз депті. Патша енді ортаншы қызынан сұраса, әке маған алтын сақина әкеп беріңіз депті. Патша кішкентай кенже қызынан сұрапты, қызым, саған не алып кеп берейін деп. Сонда кенже қызы, әке маған жаңғақ талының бір бұтағын әкеп беріңіз депті. Патша қыздарына мақұл деп, арбасын қостырып, қалаға жүріп кетеді. Қалаға барып, бір қанша жерге түсіп тұрса, бір кісі маржан алып кетіп бара жатыр екен. Патша, ей кісі, маржаныңды қаншадан сатасың деп сұраса, 5 сомнан сатып үлгердім депті. 5 сомын беріп, маржанды қалтасына салып тұрса, тағы бір кісі алтын сақина алып бара жатыр екен. Патша, ей балам, алтын сақинаңды қаншадан сатасың деп сұраса, 6 сомнан сатамын депті бала. Ақшасын беріп, сақинаны алып, арбасына мініп кетіп бара жатып, жолдан бір бауды көреді. Бауды көріп, кенже қызының маған жаңғақ талының бұтағын алып кел дегені есіне түсіп, арбасынан түсіп бауға кіреді. Бауда жаңғақтар көп өсіп тұр екен. Жаңғақтарға қараса, алтын жаңғақтары екен. Мұны көрген патша таң қалады. Менің қызым ақылды екен ғой деп, жаңғақтың бір бұтағын сындырып алып кетіп бара жатқанда, алдынан бір аю шыға келеді. Менің бауымдағы жаңғақтарға неге тиесің, неге аласың деп. Патша сонда аюға қыздарының айтқанының бәрін айтып береді. Аю, алсаң ал, бірақ 3 күннен соң қызыңды осында келесің дейді. Патша қорыққанынан мақұл деп уәдесін беріп, арбасына мініп кете барады. Қыздарына алған базарлықтарын беріп, өзі көңілсіз жүреді. Оны көрген әйелі, неге көңілсізсің деп сұрайды патшадан. Әйеліне аюдың сөздерінің бәрін айтып береді. Сонда әйелі, қапаланба, қызым үшін мен барайын деп айтып жатқанын қызы естіп, апа, сіз бармайсыз, өзім барам. Бұл пәленің бәрі менен басталған екен ғой деп қызы жылайды. Арада аюдың 3 күні өткенде патша қараса, аю келе жатыр екен. Аю сонда, қане қызың, қызыңды көрсет алып кетемін депті. Аю мен қыз арбаға мініп кете барады. Екеуі баяғы бауға келгенде, аю қызға менің соңымнан ер дейді. Қыз аюдың соңынан еріп бір жердің астына түседі. Жердің астындағы бірінші есікті ашса, тас қараңғы екен. Одан өтіп екінші есікті ашса, жап-жарық алтын сарай екен. Сол кезде бағанағы аю әдемі жігітке айналады. Жігіт қызға сен маған тұрмысқа шық деп сөз салады. Сасқалақтап тұрған, қорқып тұрған қыз жігіттің әдемілігіне қарап, қыз келісімін беріп тұрмысқа шығады. Әке шешесін шақырып, ұлан-ғасыр той өткізеді. Қыз ақылдылығымен аю кейпіндегі жігітті сиқырынан құтқарып, осылайша бақытты, баянды ғұмыр кешеді.